Шымкент қаласының қоғамдық кеңесінде атаулы әлеуметтік көмекті алып тастау жөнінде ұсыныс айтылды. Себебі бәз біреулер айлаға көшіп, аз қамтылған отбасыларға берілуі тиіс мемлекеттік көмекті көзін бақырайтып қойып, қалтасына басып жатыр. Тіпті АСП алу үшін ажырасқандар дерегі қоса көбеюде. Аталмыш мәселенің өзге де қырлары талқыланған жиынға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Берік Оспанов та қатысты. Кезекті қоғамдық кеңесте жұмыспен қамту және халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау күн тәртібіндегі негізгі мәселелер ретінде бекітілді. Аймақтық қоғамдық кеңесінің төрағасы Бауыржан Қуанышбековтің айтуынша, Шымкентте мүмкіндігі шектеулі жандардың саны артып келеді. Ал бұл жайтқа шаһардағы әлеуметтік нысандарда тиісті жағдай қаралған ба? Осы сауал төңірегінде арнайы мониторингтік жұмыстары да жүргізілген екен. Нәтижесінде 100%-ға шаққанда әлеуметтік нысандардың 30%-ға жуығы талапқа сай болмай шығыпты. Былтыр 2021 жылы біздерде мәселе туындады. Мынау мүмкіндігі шектеулі азаматтардың әлеуметтік нысандарға кіріп шығу мәселесі бойынша 269 нысанды былтыр осы қарап реттелді. 100% шаққанда бір 20% қайта жасауға сондайға келді деп айтсақ болады. Өйткені кейбір жерде жоспары, жобасы дұрыс болмаған, болмаса жаңағы қаржысы уақытысында қаржыланбай, сондай мәселелер болып жылға мынау мүмкіндігі шектеулі азаматтар өкінішке орай өсіп жатыр да. Қазір 37 мыңға жуық болып жатыр. Шымкент қаласында 6 мыңға жуық бізде балалар мүгедектері бар. Олардың да барлықтарының жағдайын жасау біздің міндетіміз, биліктің міндеті және партия бақылауға алады деп есептеймін. Жиын барысында Бауыржан Череханұлы жетім балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың арнайы тұрақты баспанамен қамту мәселесін де көтерді. Тастанды балалар, оларға жаңағы осы бағдарламаға шеңберінде біраз шектеулер бар екен. Осы мәселелерде осыларға шамалы өзгерістер енгізсе деген ұсынысымыз бар. Сонымен қатар, мемлекет тарапынан мүмкіндігі шектеулі азаматтарға тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесінде де біздер бұл мәселеге қатысты біз бірге қарадық. Өйткені 5-ші қабаттан 9-ші қабаттан үйге келгенде ол енді азаматтар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар түсіп шығуымыз қиын дейді. Сол тұрғыдан осы біздің жергілікті атқарушы билікке біз ұсынысымызды айтып отырмыз. 1-ші, 2-ші қабаттан жоғары берілмесе деген ұсынысымыз бар. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Балмажан Полатқызының мәліметінше, қала аумағында 165 дана жаңа үлгідегі аялдама мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайлы етіп жабдықталған. Осы мақсатта қалалық жолаушылар көлігі басқармасынан 604 миллион теңге қарастырылған екен. Сонымен қатар ағымдағы жылы 24 мың жұмыс орны ашылса, оның 14 мыңы тұрақты жұмыс орны деп жоспарлануда. Жоспар бойынша 165 дана жаңа үлгідегі аялдама мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайлы етіп жабдықталу жоспарланған. Балалар үйлерінің түлектерін 100% жұмыспен қамту жоспарланған. 24.196 жұмыс орны құрылатын болса, оның ішінде 14.517-сі тұрақты жұмыс орны деп жоспарлануда. Жоспар бойынша 2600 адам бастау бизнес бағдарламасы бойынша кәсіби оқытуға тартылатын болады. Оқытуды наурыз айында бастаймыз. Жол картасының барлық тармақтары бойынша бюджеттен тиісті қаржы бөлінген, қаржыландыру мәселесіне қатысты проблемалар жоқ. Осы бағытта өзіміздің жұмыстарымызды тиісті бағытта атқарамыз. Басқарма басшысының баяндамасын тыңдаған мәжіліс депутаты Берік Оспанов саннан сапаға көшіп, қоғам мәселесіне тереңірек қарау керектігін алға тартты. Себебі қаражат бөлінгенімен көптеген мәселе қараусыз қалуда дейді. Айтуынша, мәжілісменнің жеке қабылдауына келген азаматтардың 90%-ы әлеуметтік мәселе көтерген. Бюджеттің игерілуі әрине маңызды, бірақ қоғамдағы мәселелерге ашық қарау керектігін ашып айтты. Жалпы басқарма менің ойымша, сіздердің енді басқармаңыз өте күрделі басқарманың бірі ғой. Сіздердің жұмысыңыз тек қана бюджет игеру ең басты міндет болмау керек деп ойлаймын. Ол өте үлкен және маңызды мәселе. Ол сіздердің енді жұмыстарыңыз ғой, бірақ дегенмен кішкене қоғамдық жағдайды тереңірек қарау керек сияқты. Яғни бюджет ол бөлінді, оны игеру керек. Соның арқасында біраз азаматтар қаражатқа да және жағдайын түзеуге мүмкіндік пайда болып отыр. Мысалы грант бар, басқа бар. Бірақ дегенмен көп мәселелер қараусыз қалып отыр. Қазір жеке қабылдауларымыз соны көрсетіп отыр. Тек қана қаражатты игерумен емес, жалпы кішкене тереңірек қарап, сондықтан осы мәселелерге көңіл бөлу керек деп ойлаймын.
Республикалық бюджеттің 50%-дан астамы әлеуметтік мәселелерге бағытталады. Бірақ діттеген жеріне жетіп жатқаны шамалы. Отырыс барысында қоғамдық кеңес мүшелері тарапынан атаулы әлеуметтік көмекті алып тастау жөнінде ұсыныс айтылды. Себебі аз қамтылған отбасыларға тағайындалатын мемлекеттік көмекті алу үшін адамдар түрлі айлаға баруда. Халықтар бір-бірін алдап, жанұялар бір-бірімен ажырасып, сол айспа аламыз деп, сондай деңгейге дейін жетіп жатыр. Екінші мақсат, бұл дүниеге келген бала өзінің ақысын алуға міндетті шығар. Біреу көп айспаға ілінбей жүрген, жұмыс істемейді, қиындатпай, соны оңай жолмен халыққа беруге, ушықтыруға соған возможно жоқ бекен. 356 сан әйел ажырасқан, бірақ бірге тұрып жатыр. Сол кезде менің сұрағыма неге деген кезде айыспала алмаймын дейді. Соған денге, соған жеткен енді. Қосымша айтайыншы. Мен білмейтін қанша не бар, сіздерге қанша келіп жатқандар бар. Аталмыш жайт бойынша 2021 жылы атаулы әлеуметтік көмектің негізсіз тағайындалған 41,1 миллион теңгесінің 20,6 миллион теңге көлеміндегі қаражат өз еркімен және сот тәртібімен мемлекет қазынасына кері қайтарылған. Басқарма басшысы қазіргі таңда аталған мәселе бойынша әлеуметтік пакет дайындалып жатқанын айтты. 2023 жылы жоба іске қосылса, бір реттік киім, мектептегі ыстық тамақ сынды мәселелер түпкілікті шешімін таппақ. Ол айспа атаулы әлеуметтік көмек, уақытша көмекті ол отбасына тағайындалады. Ал ажырасу мақсаты тұрғын үй алу. Жалғыз басты ана болу үшін. Бұл айспаға емес. Ал көпбалалы аналарға бәріне бірдей 4 баладан аса, ол парламент депутаты бола ма, министр бола ма, бәріне бірдей ақша беріледі, оны білесіздер. Ал бұл айспа квартально жаңағы отбасы дағдарыстан шығып кету үшін берілетін уақытша көмек. Бізден 1 жастан 6 жасқа дейін айспа алатын ата-аналардың балдары ГСП пакет продукт алады. Осы мәселе, мектептегі ыстық тамақ мәселесі, бір реттік киім барлығын осы жаңағы кошелекқа, социальный кошелек, әлеуметтік кошелек деген проект жасап жатыр. Келесі жылы ол іске асу жоспарлануда. Министрлікке запрос берсеңіз, ол кісілер жақсы проект дайындап жатыр. Оның ішіне бәрі кіреді. Сонда бәріміздің жұмысымыз жеңілдейді. Айгер Мегізбек, Ақжол Рахманқұл, Айғақ қоғамдық телеарнасы.